арық көп кезінде суғарып аламыз да, арыға жазғы күндер уже тапшылып қалады. Келешек капельный орошениеге өтпесек, мына суды жеткізу қиын болады. Маңайындағы жерлермен бір өндіріс кооператив құру арқылы, бірді елендіру арқылы, сол арқылы өтінім тапсырылады. Диқандар суды 1000 метр кубын 206,19 тиыннан алып отырды. Бұрын оңтүстікте шаруалар қысты өткізіп, көктем шыға егіншілікке кірісетін, ал соңғы жылдары диқандар егін маусымына ерте қамтанады. Мұның басты себебі су. Келес ауданының диқандары қаңтарда жерді дайындап, ақпанда түрлі дақыл егуді бастап кетті. Бейнепро шығармашылық тобы қыс ортасында жер жыртып, егін егіп жатқан ауылға барып, диқандардың уайым аралас үмітін тыңдап қайтты. Келес ауданының Көлтаған ауылы тұрғындарының тынымсыз еңбегіне қарап көктем келген бетерсіз. Егінге ерте қамданғандардың бірі Құдайберген Есенбеков. 20 жылдан бері жер емген диқан дайындықты 6 қаңтарда бастаған. Әуелі жер жыртып, жиек салып, 4 ақпанда картоп тұқымын тастауға кіріскен. Арық көп кезінде суғарып аламыз да, арыға жазғы күндер уже тапшылып қалады. Басқа егіндер піседі, не бар, оған керек болады су. Сол кезде етіраққа кетіріп соғой. Етірақ суғарып алайық деп. Ете базайын, ете есең, ете аласың ғой. Ары қарай уже бізден кейін мына жоғар жақтар пісіп кетеді. Жамбыл піседі, одан ары қарай Қордай піседі, ары қарай Қырғыз піседі. Біз етірақ ексек, етірақ сатамыз айтыр. Бұрын сол апрельдің, марттың ішінде егуші едік. Ортасында ол жазға барып пісетін. А қазір жоқ. Күже ертең майдың соңында пісіруіміз керек. Су енді бір 7-8 марта су қоямыз бұған. Сонымен құлағыз пісіп қалады. Тәжірибелі диқан су тапшылығына қарай әрекет етеді. Картопты мамыр айының соңында қазып алғаннан кейін тағы 10-15 күн жерді дайындап, болгар бұрышын егеді. Бұл қарашада өнім береді. Ол кезде су көп, ол кезде су мол. Жазғы шілденің ішінде сәл аздау болады, бірақ жетеді. Мен мына төменге қарай ұяқтың бәріне су жетіспеу көп болды ғой. Неге біз жоғарыға отырмыз ғой? Ұяқтың төмен жақта су кемдеу. Бізде жайында су, нормальный су. Ол жақта енді көп шайқас болды, төбелесте болды. Бірін-бірін ұру құлатуда болды. Болды ғой ол тірліктер. Бізден кейінгі ұрпақтарға су келмей қалуы да мүмкін. Мына жақтан, жоғары жақтан келеді су. Ол болмай қалса өте қиып болады, егін егілмейді. Ол кезде уже тапшып болады нәрсенің бәрі. Қиып болады жағдай. Кейінгі ұрпақтарымыз, бала-шағамыз сол арқылы өмір сүреді. Біз кеткен екен, солар өмір сүру керек. Солар өсу керек, өну керек. Бәрі бола берсе, кәнекей тамаша ғой. Ерте өнім алып, су үнемдеу үшін диқандар біраз шығынға да ұшырайды. Мысалы, мына егістіктің бетін жабатын пленканың 100 метрі 55 мың теңге. Бұл өнімді 10-15 күн ерте алуға көмектеседі. Қазір ұрықтың бағасы 300 теңгеге қымбаттаған. Су тарифі де өспек. Ал жұмысшылардың күндік еңбек ақысы 7-8 мың теңге. Мұндай жағдайда тамшылатып суару әдісіне көшуде мүмкін емес. Қымбатшылыққа ұрына беруден именетін шаруалар өнім бағасы төмен болса, еңбек ақталмайды дейді. Мемлекет тамшылатып суару тәсіліне өткен шаруаның 80% шығынын субсидиялайды. Алайда бұл жері аз диқандарға тиімсіз. 1 гектардан немесем 50 соттықтан болатын болса да, маңайындағы жерлермен бір өндіріс кооператив құру арқылы, бірді елендіру арқылы, сол арқылы өтінім тапсырылады. Яғни сол кезде оларға тиімдірек болады. Мемлекет қолдауларды жаңа алуға да мемлекет басшысының тапсырмасы бар. Біз Келес ауданының жаңағы тапсырмасына сәйкес, Келес ауданында берілген тапсырмасына сәйкес, су үнемдеу технологияларын ендіру, аталған технологияны ендіру арқылы біз қосымша егістік жерлерге кедергісіз су жеткізу мүмкіндігіміз бар. Яғни біз 24 жылы 1300 гектар алқапқа аталған технологияны ендірдік шаруаларымыздың тарапынан. Ал ағымдағы жылы 1139 гектарға ендіру жоспарымыз қойылған. Соған сәйкес жұмыстар жүргізілуде. Оны атап айтатын болсақ, тамшылатып суару әдісін ендіру, сонымен қатар жаңбырлатып суару әдісін ендіру. Тамшылатып суару әдісін ендіру арқылы шаруаларымыз қарапайым технологиямен ендіргенінше, аталған технологияны ендіру арқылы мол өнім жинау мүмкіндігін өздері көріп отыр. Өмірсерік Алтынбаев су үнемдеу үшін су қоймасын салу мәселесі қаралып жатқанын айтты. Мамандар жаңбыр суын жинауға болатын жерлерді анықтап жатыр. Ал су шығынын азайту мақсатында каналдарды бетондау үшін облыстық ауыл шаруашылығы басқармасына ұсыныс беріпті.
Ал Тыныбек шаруа қожалығында 15 гектар жер бар. Мұнда картоп, сәбіз, қырыққабат егеді шаруалары. Бірі болмаса, бірі мол өнім берер деген үмітпен түрлі тұқым себеді. Біз жақта жәлдегі судан қиналып жатырмыз деп айта алмаймыз. Бірақ келешек капельный орошениеге өтпесек, мына суды жеткізу қиын болады бізге. Нақты десеңіз, мына етек жағымыз, мына ошақты, бірлік, мына неден барады бізде, ошақтарықтан. Біз ошақтардың бас жағындамыз. Етекке жету қиын болады. Жылда болып жатыр ондай нелерді. Соның бәрін ойластыра отырып, осы неге капельныйға өтудің амалын жағдай жасаймыз. Біз мына 18 куб кететін болса, например, ал етекке барам дегенше қанша ел бар, не бар, 500 литр су бармайды о жаққа. Қиналады, халық қиналып жатыр. Действительно, етектегілер қиналып жатыр да. Сондықтан кезекпенен жалды келіп, көкелер мынаны құлақтарыңызды сәл қысқартып тұрамыз, сөйтесіздерді пәске айдап жатырмыз дейді. Біз соған біз де кезекке қоямыз. 5 күн кезекке қоямыз. Келес ауданына қажет судың 80% Өзбекстан Республикасынан келеді. 20% ғана Келес өзенінен алады. Ауданға егін маусымы кезінде 251 миллион 400 мың текше метр су қажет болады. Суды әр шаруаның тесті гектар жеріне қарай бөледі. Келес аудан су шаруашылығы МК тарапынан Сарау каналын күрделі жөндеуден өткіземіз биыл. Оң нәтижесі алынған, сараптама өткізілген, ақша бөлінсе бетондалады. Және игілік шошым каналдарда жобалық сметалық құжаттары жасалған. 20-30% үнемдегі болады, және қосымша айланнан шығып қалған жерлер қайттан қосылады айланымға. Келес ауданында Ақылбексай су қоймасы бар. 25 миллион метр куб су сыйымдылығы. Дәл қазіргі кезде 12 миллион 300 мың метр куб су бар. Диқандар суды 1000 метр кубын 206-19 тиыннан алып отырды 24 жылы. Биыл тарифтік жобаға ұсынғанбыз, тариф енді келеді. Енді азырақ қосылады. Келес ауданында егін шаруашылығына арналған 26 мың гектар жер бар. 2024 жылы 23 мыңдай гектар жерге егін егіп, сол жерден өнім алған. Әр диқан жыл сайын егін саларда суды 1, өнімді 2, сатуды 3 уайымдайды. Өйткені бұл оның негізгі күнкөріс көзі. Сондықтан егін шаруашылығы жалғасу үшін су қажет және суды үнемдеу керек. Бұған атқарушы билікте, диқандарда атсалысуы шарт.